Сәлеметсіздер ме балалар? 3-ші сынып қазақ тілі сабағын бастаймыз. Бөлім атауы атақты тұлғалар. Бүгін ақпанның 11-і, сабақтың тақырыбы Дина күй шертеді. Бүгінгі сабақтың мақсаты: тыңдалған мәтіннің мазмұнын түсіну, берілген тірек сөздер негізінде сөйлеу, тақырып бойынша сөйлемдер құру, жіктік жалғауларын дұрыс қолдану. Сабағымызда меңгерілетін сөздерге назар аударайық. Атақты, ұлы, дарынды, күйші, күй шерту, ұстаз. Атақты, знаменитый, известный, ұлы, великий, дарынды, одаренный, күйші, музыкант, исполнитель күйів, күй шерту, играть күй, ұстаз, учитель, педагог, наставник. Қазақ тіліне тән дыбыстарды дұрыс айтып үйренеміз. Атақты, ұлы, дарынды, күйші, күй шерту, ұстаз. Дұрыс айт айдары бойынша сөздердің қалай айтылатынын естеріңізде сақтаңыздар. Атақты, ұлы, күйші, ұстаз. Жазылу мен айтылуын есте сақтаңыздар. Атақты, ұлы, күйші, ұстаз. Түсініктеме: ұстаз, шәкірт. Ұстаз дегеніміз кім? Ұстаз деген жақсылыққа тәрбиелейтін, үйрететін, білім беретін адам. Шәкірт білім алушы. Оқушы деген мағынаны білдіреді. Грамматикалық қоржын: мен күйшімін, сен күйшісің, сіз күйшісіз, ол күйші. Мен күй шертемін, сен күй шертесің, сіз күй шертесіз, ол күй шертеді. Жіктік жалғауы естеріңізде болса, зат есімге жалғанғанда 3-ші жақта жалғау жалғанбайды. Ол күйші. Жіктік жалғауы етістікке жалғанғанда 3-ші жақта д жалғауы жалғанады. Балалар, естеріңізге сақтап алыңыздар. Тыңдалым тапсырмасы. 1-ші тапсырма: мәтінді тыңда, тапсырмаларды орында. Динаның әкесі шебер домбырашы болған. Дина 9 жасынан бастап домбыра тарта бастайды. Бір күні осы ауылға атақты күйші Құрманғазы келеді. Ол Динаның домбыра тартқанын көріп, риза болады. Оған көптеген күйлерді үйретеді. Құрманғазы Динаға өзінің домбырасын сыйлайды. Ал балалар, тапсырманы тыңдап болсаңыздар, тапсырма ішінде кездескен тірек сөздерге назар аударыңыздар. Атақты күйші, күй өнері, күй шерту, домбырашы қыз, іздеп келді, бата берді, домбыра сыйлады. Келесі тапсырма айтылым әрекеті. Сұрақтарға жауап беріңіз. Динаның әкесі кім болған? Дина неше жасынан бастап домбыра тарта бастайды? Құрманғазы Динаға не сыйлайды? Құрманғазы кім? Ол Динаға не үйретті?
Осы сұрақтардың жауабын мәтін бойынша қарастырып көріңіздер. Ал балалар, тапсырманы орындап болсаңыздар, ықтимал жауаптарымен сәйкестендіріп көріңіздер. Бірінші, Динаның әкесі шебер домбырашы болған. Дина 9 жасынан бастап домбыра тарта бастайды. Құрманғазы Динаға домбыра сыйлайды. Құрманғазы атақты күйші. Ол Динаға күй шертуді үйретті. Мен сіздердің жауаптарыңыз дұрыс болғанына сенемін. Келесі тапсырма балалар оқылым әрекетіне. Екінші тапсырма асты сызылған сөздерге сұрақ қойыңыз. Дина Нұрпейісова қазақтың атақты күйшісі. Ол кішкене кезінен күй шертеді. Динаның ұстазы ұлы күйші Құрманғазы. Ол дарынды қызға бата берді. Дина ұстазының жолын жалғастырды. Кейін өзі де күй шығарады. Тапсырманың дұрыстығын тексеріңіз. Дина Нұрпейісова кім? Қазақтың атақты күйшісі. Ол кішкене кезінен не шертеді? Күй. Динаның ұстазы ұлы күйші. Динаның кімнің? Ол дарынды қызға бата береді. Дарынды. Қандай қызға? Дарынды қызға. Дина ұстазының жолын жалғастырады. Кімнің жолын жалғастырады? Ұстазының. Кейін өзі де күй шығарады. Не істейді? Күй шығарады. Сіздердің де жауаптарыңыз дұрыс болды деп ойлаймын. Үшінші тапсырма. Сөйлемдерді құрастырыңыздар. Тірек сөздер: жалғастырды, үйренеді, тартады, шертеді, күйші болды. Дина атақты, Дина домбыра, Дина күй, Дина Құрманғазыдан күй, Дина ұстазының жолын. Тірек сөздерді қолданып, сөйлемдерді аяқтаңыздар. Балалар, тапсырманы орындап болсаңыздар, өздеріңізді дұрыс жауабымен тексеріңіздер. Дина атақты күйші. Дина домбыра тартады. Дина күй шертеді. Дина Құрманғазыдан күй үйренеді. Дина ұстазының жолын жалғастырады. Әрине, сіздердің жауаптарыңыздың дұрыс екендігіне сенім білдіремін. Төртінші тапсырма жазылым әрекеті. Төртінші тапсырма: ол кім? Ол не істеді деген сұрақтарға жауап беріп, сызбаны толтырыңыз. Ол кім? Дина кім? Ол не істеді? Құрманғазы кім? Ол не істеді? Сызбаны толықтырып жазыңыздар. Келесі тапсырма. Алдарыңызда берілген сөйлемдердің дұрыс емес ақпараттың дұрыстығын анықтаңыз. Дина қазақтың атақты күйшісі. Дина домбыраны 9 жасында үйренді. Дина Құрманғазыны іздеп келді. Дина Құрманғазыдан күй шертуді үйренеді. Құрманғазы Динаның ұстазы. Тапсырманы орындап болсаңыз, өзіңізді тексеріңіз. Дина қазақтың атақты күйшісі. Дұрыс. Дина домбыраны 9 жасында үйренді. Дұрыс. Дина Құрманғазыны іздеп келді. Дұрыс емес. Құрманғазы Динаны іздеп келген. Дина Құрманғазыдан күй шертуді үйренеді. Дұрыс. Құрманғазы Динаның ұстазы. Дұрыс. Әрине балалар, сіздердің де жауаптарыңыз дұрыс болғанына сенемін.
Кел жаттайық. Тарт күйіңді домбыра, төгіл тәтті күй, тау суындай салдыра, желпін жел соқтыр. Ал балалар, үйге тапсырма, 4-ші тапсырма. Сұрақтарды толықтырып жауап бересіздер. Кел жаттайық айдары бойынша шумақты жаттап аласыздар және есте сақта сандығындағы жазылған сөйлемдерді естеріңізге сақтап алыңыздар. Балалар, бүгінгі сабағымызда Дина Нұрпейісова туралы білдік. Дина Нұрпейісованың атақты ұстазы туралы, Құрманғазы атамыздың Динаға күй шерту жолдарын үйреткені туралы және Динаның Құрманғазының жолын жалғастырғаны туралы білдік. Ал балалар, өздеріңізді бағалап өтіңіздер. Осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар балалар.